Сәлем қыздар. Бұл видеода мен таңқурай жапырақтары, орысша листья малины дейді ғой, сол туралы бөлісетін боламын. Қалай оңай босануға көмектесетіні туралы. Мен дәрігер емеспін, тек өзімнің басымнан өткен оқиғамен бөлісейін деп отырмын. Сіз дәрігердің рұқсатымен қабылдаңыз. Жауапкершілікті өз мойныңызға аласыз. Бұл сіздің өміріңіз, противопоказаниялары бар, сондықтан да абай болыңыз. Шөп болса да өте күшті әсер береді. Мен сіздерді мен істеген нәрсені қайталауға шақырмаймын, әрине. Дәрігермен кеңесуді ұмытпаңыз. Тек дені сау, не істеп жатқанын білетін, өзіне өзі жауап бере алатын қыз келіншектерге үшінші триместр кезінде ғана қабылдауға, босануға оңай көмектесетін, көмегі тиіп қалама деген мақсатпен видеомен бөлісейін деп отырмын. Өйткені мен қазақша таңқурай жапырақтар туралы ақпарат таппадым. Орыс дәрігері арқылы білдім. Ресейлік дәрігер арқылы білдім. Және ютубтан бір ақпарат таптым. Астына қалдырып жазып кетем, кімнен тапқанымды. Сонымен доулалардан сұрап білдім. Даже қазақстандық емес, шетелдің. Солай. Ал онда сіздер дайын болсаңыздар, кеттік. Менде 3 жүктілік болды. Аллаға шүкір 3 балам бар. Бірінші жүктілікте первородка дейді ғой. Ұзақ босандым. 1,5 күн толғаттым. Содан кейін зорға босандым ғой почти. Ал екінші жүктілікте уже мен іздене бастадым. Қалай оңай босануға болады деп. Осы листья малины туралы оқып тауып алдым. Содан кейін іше бастадым 36 апта болғанда. Тәуекелге бел буып, іше бастадым. Сонымен 40 апта болғанда менде сразу толғақ басталды. 40 апта болғанда толғақ тез басталды. Уже 4 стаканнан ішеміз ғой, солай ішкен кезде. Қазір астынан нұсқаулыққа жазып кетем, қалай ішу керек, қалай дайындау керек. Листья малины жапырақтарын, таңқурай жапырақтарын. Сонымен тез босанып қалдым. 5 минут сайын болды. Толғағым роддомға жетіп үлгердім. Сонымен документ толтырып үлгерген жоқпын ғой даже. Сол кезде акушеркаға айттым, мен дайындалдым, листья малины іштім деп айтып едім. Олар маған жоқ, оның ешқандай қатысы жоқ. Ол просто вы рожаете, все от этого не зависит деп айтты. Сонымен жақсы дедім да, мән берген жоқ. Мен 3-ші рет жүктілік болған кезде мен уже білдім, что мен точно осы таңқурай жапырақтарының тұнбасын ішетінімді. 36 апта болғанда тағы да барып, мына Көк базар деген жерде 1 стаканы 5 теңге сатылады. Осы таңқурай жапырақтарының міндетті түрде свежий болу керек, прошлогодний хотя бы болу керек. Осы жылдықы болмаса да, алдыңғы жылдығын аласыздар ғой. 36 апта болғанда мен тағы да осы тұнбаны іше бастадым. И уже мен 39 аптада сразу 5 минуттан толғағым басталды. Мен уже білдім, что туайын деп жатырмын. Өздеріңіз де білетін боласыздар, басқаша болады ғой. Енді первородкалар білмеуі мүмкін, екінші, үшінші босанатын кезде білесіздер. Сонымен мен тағы да скорый шақыртып, роддомға барғанша 1,5 сағаттың арасында босанып қалдым. Екіншісінде де солай босанып қалған болатын. Аллаға шүкір, ешқандай разрывсыз, тез босандым. Осы листья малиныйдың тікелей әсері бар деп ойлаймын. Өйткені мен біріншісінде, неліктен мен біріншісінде қиын босандым, екінші босанған кезде мен іздендім. Екінші жүктілікте мен іздендім, қалай оңай босануға болатын. Бірінші жүктілікте маған сохранениеға жатқызады ғой, анау роддомға. Сол кезде
дюфастон деген дәріні ішкізген болатын. Мен соны ішіп, сол оказывается жатыр мойнын қатырып тастайды екен, әйелдің органдарын босануға қиындатып жібереді екен. Сондықтан қиын болған екен маған, оказывается. Үшіншісінде мен осы таңқурай жапырақтарын іштіп оңай босандым деп ойлаймын. Әрине, бірінші Алланың қалауымен. Солай қыздар, естеріңізде болсын, бұл шөп өте босануды тездетіп жібереді. Егер сіз бірінші немесе екінші триместрда болсаңыз, сіздерге мүлдем болмайды бұны ішуге. Өйткені ол түсік немесе босануды шақырады. Абай болыңыздар. Бұл шөп тікелей жатыр мойнына әсер етеді, жұмсартады және ашады. Солай. Қазір қысқаша айта кетейін, қалай дайындалатын листья малиныйдың. Құрғақ жапырақтарын қолмен үгітіп аласыздар да, соның 1 столовый ложкасын 1 стаканға демдеп қоясыздар. 36 аптада 1 апта бойы суықта ішесіздер. Сұп-суық болу керек. Мысалы, дайындап тұнбаны дайындап қойдыңыздар, ол уже 30 минуттан кейін дайын болады, сіздер оны ішпейсіздер, өйткені ол суық болу керек. Суық болғанша күтесіздер, салқын күйінше ішесіздер. Сол 1 стаканды 1 күні бойы, күнде 1 стаканнан іше бересіздер. И солай 36 неделяда ішесіздер. 37 неделя болған кезде сіздер уже 2 стаканнан сәл ғана жылы ішесіздер. 38 неделя болған кезде 3 стаканнан жып-жылы қылып ішесіздер. 39 неделяда уже 4 стакан ішесіздер, сәл ыстық қылып. 40 неделя болған кезде 4 стакан ішесіздер, ыстық болу керек. Вот сол 39-40 неделяның арасында босанып қаласыздар. Мен дәрігер емеспін, қайталап айта кетейін, өз басымнан өткен жағдаймен бөлісіп отырмын. Сіздер мен істегенді қайталаңыздар, істеңіздер деп шақырмаймын. Тек бар болғаны бүкіл әйелдер өздері босанса екен, оңай босанса екен деген ниетпен өзімнің басымнан өткен жағдаймен бөлісіп отырмын. Сіздер дәрігермен кеңесіп қана жақсылап ақпараттарды іздеп, осы туралы оқып, статьяларды, содан кейін барып ішулеріңізді қабылдауларыңызды өтінемін. Тек қана осы таңқурай жапырақтарына сеніп қана қоймай, жақсылап дайындалыңыздар. Қазір көп қой подготовительный курстар, соларға барыңыздар. Егер сіздер уже босануға физически, морально дайын болсаңыздар, арғай восстановленияларыңыз да тез болады. Сол қыздар, жақсы. Сіздердің оңай босанып, бөпелеріңізді уақытына толтырып, бауырларыңызға тез арада басуларыңызды тілеймін. Толғақтарыңыз жеңіл болсын. Егер тағы да сұрақтарыңыз болса, мысалы, мына жерде мен бірдеңені мүмкін қобалжып отырып айтпаған болуы мүмкін, сонда астына комментарияға жазып кетіңіздер. Немесе осы таңқурайды ішіп босанған қыздар болса, тоже жаза кетіңіздер, біліп отырамыз. Ақпарат бөлсейік бір-бірімізбен. Сіздерге осы көмектесетін болса, мен өте қуаныштымын. Адамнан адам шығу оңай емес дейді ғой, балалы болудың өзі қиын ғой әрине. Сондықтан шын ниетіммен бөлісіп отырмын. Егер бір қателіктерім болса, айып етпеңіздер. Жақсы, сау болыңыздар.